Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен бананды торт дайындадым. Менің жасаған тортым сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп, лайк басып, менің бұйырса алдағы уақытта жасайтын торттарымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бұл тортты мен алғаш рет солтүстік Қазақстанда дәмін көрдім. Өте дәмді, керемет торттардың бірі. Ең алдымен құп-құрғақ болған 2 ыдысымызға жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын жеке жарып аламыз. Ақ уызымызға қант салып араластырамыз. Ақ уызымыз видеода көріп тұрғандарыңыздай төгілмейтіндей дәрежеде болу керек. Сары уызымызға қант салып араластырамыз. Жарты бананды алып, шанышқымен еземіз. Езілген бананды сұйықтығымызға саламыз. Сұйықтығымызға сүт құйып араластырамыз. Сүттің не жылы, не салқын болуы маңызды емес. Сұйық май құйып араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұнды аз-аздап салып араластыра бастаймыз. Массамызға жұмыртқаның ақ уызын аз-аздап салып, күрекшенің көмегімен араластырамыз. Ақ уыздың көбігін жоғалтып алмас үшін сағат тілі бойынша ақырын-ақырын араластырамыз. %33 кілегейімізді қоюланғанша араластырамыз. Мінекей бананды тортымыз дайын. Менің жасаған тортым сіздерге ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп, бұйырса алдағы уақытта әлі талай торттардың түп нұсқасын жасайтын боламын. Соларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны баса кетіңіздер. Бананды торттың дәмін көрдім. Бисквиті сондай жұмсақ, нәзік болды. Торттың дәмі де тіл үйіретін керемет торт болды. Менің сүйікті тортымның біріне айналды. Бананды жақсы көретін адамдарға ең таптырмас торттың бір түрі деп есептеймін. Келесі жақсы күндерде жолыққанша сау саламатты болыңыздар.